Құнанбаев қазақ халқының ұлы көшбасшысы. Рухани адамгершілік тұрғысынан талдар болсақ, ұлы ойшылдың ұрпағына тастап кеткен қазынасы ұшан теңіз. Қазақ даласына шығыс пен батыстың әдебиеті мен мәдениетін әкелді. Ұлы Абайдың әрбір сөзінің салмағы бар. Адамгершілік қасиеттерінің жақсысын үлгі етіп, жамандықтан аулақ болуға насихаттап отырды. Туған халқының жағымсыз мінездерін кейде әзілдей, кейде сынай, кейде ащы мысқылдай отырып өлеңге қосты. Абай хакімнің қайсы қара сөзін оқысаңыз да, өзіңізге қажет құнды дүниені табарыңыз сөзсіз. Абайдың қара сөздері тіршілікке қажетті нақты бағыт беруші құрал, құнды мұра. Абай хакім өзінің қара сөздерінде өнер білімге аса үлкен көңіл бөлген. Абай тұлғаның жан-жақты дамуының өзіндік үлес қосқан ұлы ағартушы. Еңбектерінде жеке тұлғаның қалыптасуын қарастырып, жат қылықтардан аулақ болуға шақырып, риясыз сүйіспеншілікке бөленудің бағытын көрсетеді. 31. Қара сөз көлемі шағын, бірақ білім беру мен үйренудің алтын ережесі сияқты мағынасы зор. Қазіргі өркениет қарыштап дамыған заманда осы сөзді көңілге түйіп алсақ болады. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмау керек. Жай ғана естіп қоймай, оны көкірекке берік байлау керек. Яғни жүрекке сақтау керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Мұнысы жай есту немесе көру емес. Сол жайдан үлгі алу керек. Өз бойыңнан өткізу керек. Бар ынтаңмен, сүйіспеншілікпен ұғыну керек. Үшінші, сол нәрсені ішіңнен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Оқығаныңды немесе үйренгеніңді ұмытпас үшін бірнеше мәрте қайталап ойлану, сосын барып көңілге бекіту. Ой мен жүректе қатар сақтау. Жүректен орын алған нәрсе ешқашан ұмытылмақ емес. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Дей келе, ой кеселдеріне тоқтап айта кетеді. Қазіргі мектеп оқушылары мен жасөспірімдерде кездесетін жағымсыз қылықтармен ұштастыра айтуға болады. Әлеуметтік желі ақпараттарын шамадан тыс пайдалану, компьютерлік ойын түрлеріне салынбау турасында айтылып отыр десек те қателеспейміз. Бұл тәрбиеге қатысты айтылса керек. Бастысы, қоғамдағы немесе өз басыңдағы оқиғалардан сабақ алу. Жақсыны естісең қуанып, өзің де мұндай игі іс қылмаққа талпыну. Ал жағымсыз әдеттерге салынбау жөн. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену керек. Абайдың қара сөздерінің құдіреті жас талғамайды, жалпыға бірдей бағытталған. Балада, жасөспірімде, ересек адамда, қарияда Абайдан үйренеді. Өзі айтқандай ғибратлану керек. Ұлы ғалым, тілші, Алаш партиясының көсемі Ахмет Байтұрсынов Абай сөздерінің дүниеде қалғаны қазаққа зор бақ деп бағалаған.